Бұл әйелдің киімін көзге көрінбейтін бір нәрсе тартып қалды. Тура осыған ұқсас қорқынышты видеолар өте көп, және бүгінгі видеода солардың топтамасын жинап қойдым. Баршаңа сәлем, менің атым Наурыз. Бүгінгі видеода ешкім сенбейтін қорқынышты видеоларға шолу болады. Видео басталмай тұрып қасыңа шәй немесе жейтін бірдеңе алып ал, себебі видео өте қызық әрі қорқынышты болмақ. Досым, видео басталмай тұрып мына жердегі подписаться кнопкасын басып жіберуіңді сұраймын, себебі осы арқылы келесі қорқынышты видеолар жиі түсіретін боламын. Ендеше бастаймын. Бұл видео Испаниядағы бір қонақ үйде түсірілген. Бір топ жігіттер лифтіге кіріп, өз этаждарына барайын деп жатқанда, лифт өз-өзінен 16-шы қабатқа көтеріліп кетеді. Мұндай жағдай бірінші рет болып тұрмаған секілді. 16-шы қабатта жөндеу жұмыстары жүріп жатқандықтан, ол жақта ешкім жоқ. Бірақ ол жаққа лифтіні кім шақырды? 2 күннен кейін мына оқиға орын алды. Лифті тоқтап қалды және жарық сөнді. Себебі осы уақытта қалада техникалық ақаулар болған екен. Ал жігіттер осы кезде лифтінің ішінде қалып қойған. Жарық бір қосылып, бір сөніп тұрғанда жігіттер көңіл көтереді. Бірақ мынаған қараңызшы. Көрдіңіз бе? Жігіттің артынан қара түсті бәле көрінді. Өз басым, бұл бір заттың көлеңкесі деп ойламаймын. Ал сенің ойыңша бұл не? Комментарийге өз ойыңды жаз. Бұл әйелдің есімі Брит. Бірнеше күннен бері оның иті ешкім жоқ жерге қарап үретін әдетті шығарған. Ал кей уақытта ауладағы осы жерге ұзақ қарап тұрады екен. Бұл жерде Бриттің ата-әжесі жерленген. Тірі кездерінде осы фирмада жүріп, осы жаққа жерлеуді өсиет қылып қалдырған екен. Ал жанындағы кішкентай мәйіттерде олардың мысықтары жерленген деп айтады. Әрине, ақпарат 100% шын болмауы мүмкін. Енді бұл ит не үшін мұнда қарап тұрады? Бірақ одан да бір түрлісі, бұл жерде сиырлар да осылай тұрады екен. Неге? Бриттің өзі жылқы шаруашылығымен ғана айналысады. Бұл сиырлар оныкі емес. Олар көрші қожалықтан келген. Және шөп жемейді, су ішпейді, ештеңе істемейді. Тек зираттың айналасында тұрады. Бір күні Брит далаға шығып, сиырларды видеоға түсіріп алады. Айнала қараңғы болатын. Осы кезде үйдегі сигнализация ойнап кетеді. Әйел үйге жүгіріп кіргенде көрінбейтін нәрсе оның киімін тартады. Ары қарай не болғаны біз үшін беймәлім, бірақ Бритке енді жалғыз жүрмеген дұрыс деп ойлаймын. Бұл әйелдің үйіндегі қуыршақтың қолы өздігінен қозғалып кетті. Бірақ басынан бастайық. Бұл балақай видео авторының қызы. Ол жалғыз ұйықтауға қорқатынын айтып, анасының қасына жатады. Осы кезде ойыншықтың қатты дауысы шығып кетеді. Әйел барған кезде бұл ойыншық үнемі өздігінен қосылып кете беретінін және осыдан қатты қорқатынын айтып жатыр. Бірақ осы кезде басқа қуыршақтың саусағы әйелге қарай қозғалып кетеді. Мария Сабина есімді әйелдің мүсіні бір көрмеге қойылған болатын. Ар жақ қабырғада сол кісі жайлы мәліметтер жазылған. Мүсін шынайы адамға ұқсатылып жасалған. Сондықтан бір қарағанда адамнан ажырату қиын. Енді мынаға назар аударыңыз.
мүсіннің басы бір мезетте қозғалып кетті. Мүсінге жақынырақ тұрып түсірілген мына кадрларда оның басы қозғалатындай етіп жасалған механизм байқалмайды. Онда не үшін қозғалып кетті? Кейде балалар түнде ұйқысырап сөйлейтін кездер болады, әсіресе қызулап ауырғанда. Мына видеода балақайдың түнде тұрып жан-жағымен сөйлесіп жатқанын көруге болады. Онда тұрған не бар, қалыпты жағдай емес пе деп ойлайтын шығарсыз. Проблема балақайдың жалғыз ұйықтайтындығында. Видео авторының үйінде осындай бір қуыршақ бар. Бұл нәрсе оған не үшін керек болғанын білмеймін, бірақ қорқынышты қуыршақ тұрған бөлме суық әрі үрейлі көрінді. Және әрине бұл адам қуыршақты тексергісі келді. Тексерген сәтте мына құбыжықты көріп қалды. Көрдіңіз бе? Бұдан түйетін сабақ, қорқынышты нәрселерді ешқашан үйіңізде сақтамаңыз. Ал мына видеодағы нәрсе қолдан жасалған болуы мүмкін. Тек қорқынышты видео түсіргілері келіп, қолдан істеген сияқты. Ал сен қалай ойлайсың? Бұл видеоны мен өзімнің TikTok арнамда да талқылаған болатынмын. Елестетіп көріңізші, телефонның алдыңғы камерасымен өзіңізді видеоға түсіріп келе жатырсыз. Кейін видеоны ашсаңыз, мына нәрсе тұр. Қалай, қорқынышты ма? Ал бұл қыз сол оқиғаны бастан кешіріп отыр. Видеода қыз баланың артындағы терезеден құбыжықтың қарап тұрғанын көруге болады. Әрине бұл қолдан жасалған өтірік видео екені көрініп тұр, бірақ шын өмірде осындай жағдаймен кезігу өте қорқынышты болушы еді. Әр видеомда мен ескі ғимараттарға жиі бармау керектігін, әсіресе қараңғыда жалғыз бару қате шешім екенін айтып келемін. Бүгін де сол сөзімді тағы бір рет қайталайтын сияқтымын. Видео авторы ескі ғимаратта жүргенде, оның артындағы терезеде өздігінен ашылып кетеді. Қалай, денең тітіркеніп кетті ме? Ал терезеден қараған сәтте мына нәрсе көрінген. Бұл жай хайп үшін түсірілген видео шығар деп үміттенемін. Досым, видеоны осы жерден тоқтатып қарап жіберші. Арнаға тіркелгенсің бе? Егер тіркелмесең, подписация кнопкасын басып, тез етіп 100 000 подписчикке бірге жеткізіп тастайық. Ал мен видеоны ары қарай жалғастырамын. Шамасы бұл қыздар орман ішінде жүгіруге шыққан сияқты. Таңғы уақыт па әлде кешкі ме белгісіз. Бірақ екі қыздан бөлек мына жерде қап-қара нәрсе олардың артынан жүгіріп келе жатқан сияқты. Қараңызшы, мына қара нәрсе қозғалып тұр ма, әлде маған ғана солай көріне ме? Дұрыс жауабын комментарийге қалдырыңыз. Орман ішінен алыстамаймыз. Кейбір қорқынышты кадрлар орман ішінде де түсіріліп жатады. Ол жақта осындай камералар ілінеді. Мына видеоға не айта аласыз? Бұл не? Басы маймыл, ал денесі адам ба? Қарапайым жануарларға мүлдем ұқсамайды. Жүрісі де өте күдікті. Бәлкім костюм киіп алған шығар дерсіз. Бірақ қыстың ішінде, орманның ортасында костюм киіп жүру кімге керек болды? Ескі, қараусыз қалып кеткен үйлер немесе ғимараттарға кіру үлкен тәуекел. Жалғыз жүру одан да қауіпті. Қай елден екені белгісіз, бірақ мына жігіт камерасын қолға алып ескі ғимаратқа кіріп көрді. Бөлмелерді аралап, жуынатын бөлмеден бұрылып айнаға қараған сәтте өзінің артынан мына нәрсені көреді. Бұл не? Және жігіт бұл жерден дер кезінде шыға алды ма? Белгісіз. Бірақ оған үйде болғаны дұрысырақ еді. Бұл жігіт ескі ғимараттардың бірінде елес шақыратын ойын ойнамақшы болды.
шамасы біздің Бақытжанға ұқсас блогер секілді. Ал мына жігіт шынымен де сол ойынды ойнауды шешті, бірақ оқиға өте қорқынышты аяқталады. Бәлкім бұл блогер барлығын алдын ала ұйымдастырып қойған шығар, кім біледі. Әйтеуір өз басым осындай ойындарға өте қарсымын, сендер де ойнамаңдар. Шамасы бұл Ланчжоу секілді қытайлық дәмханалардың бірінде болған оқиғаға ұқсайды. Бәрі тым жақсы болатын, бірақ бір кезде жігіт құлап түсті. Құлағанда тұрған не бар дейтін шығарсыз. Жігіттің аяғына назар салсаңыз, как будто оны біреу тартып қалғандай. Көрдіңіз бе? Жоғарыға қарай біреу тартқан секілді. Бәлкім жай ғана сәйкестік шығар, бірақ білмеймін. Машинада кетіп бара жатқанда, қараңғы түнде мынандай елестер шығып қала ма деген қорқыныш сізде де болған шығар. Неге екені белгісіз, бірақ түнде қаланың ішінде жүргеннен гөрі трассада жүру қорқыныштырақ. Осылайша жолда келе жатқанда жүргізушінің жолы таза секілді көрінетін. Бірақ мына жерде әппақ әйел бейнесіндегі біреуді көруге болады. Бәлкім жолдан өтіп бара жатқан әйел шығар. Егер солай болса, онда әйелдің жолы болды. Ал егер бұл адам емес болса ше? Тағы бір ескі ғимаратқа камера ұстаған жігіт келді. Бірақ осы жолы үрейлі бейнені тіпті жігіттің өзі де байқамай қалған сияқты. Әуелі видеоны көрсетейін, не байқағаныңызды комментке жазыңыз, ал сосын жауабын бірден айтамын. Мына жерде жатқан адам камераны бұрып қайта орнына алып келгенде жатқан жерінен жоғалып кетеді. Қараңызшы, қалайша бар нәрсе бір мезетте жоғалып кетуі мүмкін. Еще түріне қараңдаршы, как будто камераға қарап тұрған секілді. Өте қорқынышты жағдай, бірақ бұл қыздың Instagram аккаунтына кіріп қарасам, осыған ұқсас видеолар өте көп екенін байқадым. Яғни видео өтірік болуы да мүмкін. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Егер видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыр. Қорқынышты видеолар саған ұнай ма, әлде басқа да форматта түсіріп көрейін бе? Менің атым Наурыз, маған тіркел.